Рамазан айында ораза ұстаудың үкімі қандай? Рамазан айында ораза тұту, әрі қазасын өтеу, әрбір ақыл есі бар, балиғат жасына жеткен ер мен әйел мұсылманға парыз. Алла тағала қасиетті Құран кәрімде: ей иман келтіргендер, сендерге бұрынғыларға парыз етілгеніндей ораза парыз етілінді, бәлкім сақсынарсыңдар деген. Тағы да бір аятта: сендерден кім Рамазан айында болса ораза ұстасын. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам қоштасу қажылығында: Раббыларыңа құлшылық етіңдер, 5 уақыт намаздарыңды оқыңдар, Рамазан айында ораза ұстаңдар, Кағбаны зиярат етіп қажылық жасаңдар, және өздерің жақсы көрген мал мүліктеріңнен зекеттерін беріңдер, сонда Раббыларыңның жәннатына кіресіңдер деп айтқан. Үммет ғалымдары Рамазан айында ораза ұстау парыз екендігіне, оны мойындамаған адам діннен шығатындығына, ал оразаны мойындап жалқаулықпен себеп салдарсыз ұстамаған адам пасық болатындығына бір ауыздан келіскен.